Шығынды барынша азайтып, мейлінше табысты молайту. Міне, Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының да мақсаты осы. Трансформациялау бағдарламасын іске асырып отырған компания Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры басшылығына есеп берді. Пайда келмейтін қоржыны бос кәсіпорындарды компания құрамынан шығаруда басты міндет. Ұлттық атом компаниясы биыл бейінді емес 18 кәсіпорынды босатпақ. Әріптесім Индира Жылқайдарова толығырақ. Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Асқар Жұмағалиев алғашқы жетістік нәтижелерге тоқталып, Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры басшылығына биылғы жыл көрсеткіштерінің жол картасын тапсырды. Біз өткен жылы тарихи келісім шарт қол қойдық. Қытайлық әріптестермен енді біз Қазақстанда ядролық отын өндіретін завод салуға келістік. Ұлттық атом компаниясы уран өндіру бойынша әлемде көш бастап тұр. Былтыр 23.800 тонна өнім өндірілген. ақш пен Франция нарығын жаулаған Қазақстан өнім өткізу аясын әлде кеңейте түспек. Атқарылған кешенді шаралар нәтижесінде компанияның экономикалық қосымша құны 15,4 миллиард теңгені құрап, таза табыс 30 миллиард теңгеге өскен. Ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы мұны жоғары бағалады. Әлі бағындырар биіктің алда екенін айтып, бағыт-бағдар жоспарын тапсырды. Бастысы ол EVA көрсеткіштері. Ол үшін біз екі-ақ позициямен жұмыс істеуіміз қажет. Ол бас артық шығындардан арылу мен компанияның табысын ұлғайту. Айта кетейік, биыл Қазатом өнеркәсіп басқаруды жеңілдету және өндірісті автоматтандыру үшін жағдаяттық орталық және санды кеніш ақпараттық жүйелерін пайдалануға бермек. Бұл жобалар холдинг қызметінің өндірістік қаржы көрсеткіштеріне мониторинг жасап, талдауға бағытталған. Индира Жылқайдарова, Санжар Жартиев, қорытынды жаңалықтар.